Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, сіздермен бірге Гүлназ Сәбитқызы. Біз сіздермен бүгін бет терісінің типтері жөнінде айтатын боламыз, және де қандай күтім жасау керек осы жөнінде айтатын боламыз. Сол себепті белсенділіктеріңізді білдіріп, маған лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Біздің бет теріміздің типтеріне келетін болсақ, бізде құрғақ болуы мүмкін, майлы болуы мүмкін және қалыпты болуы мүмкін. Құрғақты өздеріңіз білесіздер. Мысалға, құрғақта көбінесе бетінде мысалы тональный жағатын болса, бетіне шығып тұрады, ешқандай сіңбейді бетіне. Ол неден болуы мүмкін? Ол тек қана бет терісіне байланысты емес, ол сіздің ішкі ағзаларыңызға да байланысты. Мысалға, анемияңыз болатын болса, қалқанша безде қандай да бір өзгеріс болатын болса, бауыр, бүйректе қызметтері бұзылатын болса, беттеріңіздің құрғауына алып келуі мүмкін. Және де дұрыс күтім жасалмаған болатын болса, біз іштен бөлек сыртқы күтімді де дұрыс жасамайтын болсақ, беттерімізде осындай құрғақ бетке дұрыс күтім жасамаған кезде осындай түрлі өзгерістер болуы мүмкін. Екінші бет терісінің түрі ол бізде майлы бет. Майлы беттерде көбінесе беттер жылтырап, ешқандай бетіне жаққан тональныйлар керісінше сіңіп кетіп, одан сайын майы шығып, Т зоналарда май шығып тұрады. Ол майлы беттерге қыздар ешқандай уход жасаудың керегі жоқ, ешқандай крем жағудың керегі жоқ дейтін болсаңыздар қателесесіздер, өйткені ағза сусызданып тұрған кезде керісінше ол жерді ылғалдандыру керек. Енді бізде қандай күтім жасау керек? Жалпы біз күнделікті уходты қалай жасауымыз керек? Бірінші міндетті түрде бетіміздегі косметиканы дұрыс жууымыз керек, дұрыс тазалауымыз керек. Мысалы, мицеллярлы су дейміз, сол мицеллярлы сумен жақсылап сүртіп алуымыз керек. Одан кейін кейбір қыздар сол мицеллярлы суды сүрткеннен кейін спокойно жүре береді. Міне менің бетімнің косметикасы тазарды деп. Жоқ, қателесесіздер. Міндетті түрде, егер де сіздің бетіңіз құрғақ болатын болса, молочкомен жуынуыңыз керек болады. Молочкомен, жылы сумен жуынасыздар, артынша тоникпенен тоник қолданасыздар. Одан кейін бар құрғақ бетке арналған бетіңізге крем жағуыңыз керек. Және де қыздар, бетіңіз құрғақ болсын, бетіңіз майлы болсын, хоть сізде жаз болсын, қыс болсын, күз болсын, кез келген мезгілде далаға шығатын кезде SPF крем жағуымыз керек. SPF крем дегеніміз мына күн сәулесінен бізді қорғайтын. Күн сәулесінің өзі 3 түрлі сәуле бөледі. Оның 3 түрлі сәулесі де біздің бетімізге, теріге пайдалы деген сөзіміз. Өйткені біздің бетімізде дақ пайда болуы мүмкін. Ал егерде сіздің бетіңіз майлы бет болатын болса, онда майлы бетке міндетті түрде құрамында алоэсы бар, осындай арнайы заттары бар, пенкамен жуыну керек болады. Пенкамен жуынғаннан кейін міндетті түрде бетіңізге тоник себесіз, тониктан кейін арнайы майлы бетке арналған кремді қолданасыз. Және де одан кейін далаға шығатын кезде SPF кремді міндетті түрде қолдануларыңыз керек. SPF кремді тональныйдың астынан жақсаңыз да болады, тональныйдың сыртынан жақсаңыздар да болады. Оның ешқандай зияны жоқ, бірақ міндетті түрде беттеріңізде жағып жүріңіздер. Және де бетіңізді ылғалдандыруға термальная вода деген бар. Қазір термальды су өте жақсы бетіңізді ылғалдандыруға көмектеседі. Сол себепті қыздар, беттеріңізде дұрыс күтім жасаңыздар. Егер де дер кезінде дұрыс күтім жасайтын болсаңыздар, әдемі болып, жас болып көрініп тұратын боласыздар.